Assalomu alaykum. Bugun analiz простой balki qarashtiramiz. Analiz простой balka jalpi ne? Простой balka degan однопролетный balka екі жағынан опорада бекітіліп тұрған балканы простой balka деп атаймыз. Простой balka мысалды қарастырайық. Анализ простой balki в принципе оны қиын емес деп ойлаймын. Строительный механиканы оқыған шығарсыздар. Оқымасаңыздар астында описаниеде ссылканы қалдырайын. Бір YouTube каналға маған пайдалы болған. Көп нәрсені де тоже түсінбей қалған жерлерді жақсылап түсіндіруге көмектескен жақсы YouTube канал бар. Орыс профессор кісімен жақсы түсіндіреді. Егер сіздерге де пайдалы болса, жақсы болады. Мына жерде мысалды қарастырайық. Простой опорная балка бізде бар. Бұл бізге диаграмма поперечных сил и момент, изгибающий момент диаграммасын сызу керек осы балкаға. Бұл балкаға бізде әсер етіп жатқан күштер постоянно сосредоточенный, GK2, постоянно равномерно распределенный 25 килоньютон, 0,40 килоньютон и временно равномерно распределенный 10 килоньютон на метр әсер етіп тұр. Енді біз бұл күштердің расчетный нагрузкаларын критический предельное состояние бойынша анықтайық. Постоянная нагрузка 1.35 коэффициентке көбейтеміз. Сосредоточенныйда 54 килоньютон болады. Сосредоточенная нагрузка ровно 2 метр дистанцияда расстоянияда тұр. Равномерно распределенный постоянный 25-ті 1.35-ке көбейтеміз. 1,5 коэффициентті временно көбейтеміз. 4 метр ұзындықта общий балкаға 195 килоньютон әсер етіп тұр. Енді, в принципе, однопролетный простой балкалардың барлығына уже көп жерде өзінің шаблондары, дайын эпюралар, формулалары бар. Интернетте қарасаңыз болады. Біздің балкаға равномерно сосредоточенный нагрузка ортасынан әсер тұр және равномерно распределенный әсер етіп тұрғаннан кейін уже екеуінің эпюрасын формулалары дайын интернетте тұр. Оны табу оңай. Сосредоточенныйда екі жағынан момент 0-ға тең болады. Максимальный момент положительный болады. PL көбейтілген 4. Поперечная силада P сосредоточенный нагрузка бөлінген 2. Екі опорасында и ровно ортасында нагрузка әсер етіп тұрған жерде P нагрузкамен дельта P болады. Разница. И ары қарай тоже түзу жалғасады. Равномерно распределенныйда момент диаграммасы парабола. Екі опорада 0 болады момент, себебі шарнирный екенін көріп тұрмыз мына жерде. Бұл момент болмайды ондай опораларда. Максимальный момент опораның ортасында QL квадрат бөлінген 8. Поперечный силада момент полетның ортасында 0. QL бөлінген 2. Общий нагрузканы 2-ке бөлеміз. Екі жағынан осындай поперечный сила әсер етіп тұрады. Енді бізде осы екеуінің комбинациясы болғаннан кейін екі нагрузканы қосып істесек, өзіміздің эпюрамыз шығады. Мына жерде қарасаңыздар, поперечный силаның диаграммасы уже сызылып тұр. Максимальный эпюра поперечных сил бізде мысалы опораларды қарастырсақ, P бөлінген 2 плюс QL бөлінген 2. 124,5 килоньютон. Мына жақта да сондай, только минус значениемен минус 24,5 килоньютон болады. Ортасын қарайтын болсақ, ортасында равномерно распределенный QL бөлінген 2-ден 0-ға ұмтылады. Мына жерде P бөлінген 2 ортасына дейін сақталады. То есть енді біз екеуін қосатын болсақ, 0 плюс P бөлінген 2. Біздің случайда 27. Және де разница дельта P. Дельта P бізде 54 килоньютон болғаннан кейін 54 минус 27-ге шейін түседі. Ары қарай QL бөлінген 2 плюс P бөлінген 2-ге шейін минус 124,5 килоньютон. Осылай эпюраны тез сызуға болады. Моментте де тура сондай. Момент екі опорада бізде 0, екеуінде де қосқан кезде 0 болады. Енді максимальный момент қосамыз. Максимальный момент бізде PL көбейтілген 4, 54 көбейтілген 4 бөлінген 4.
QL квадрат. QL бізде уже 195, көбейтілген оған L4 бөлінген 8, 151,5 килоньютон метрге әсер етеді. Максимальный сгибающий момент. Осылай тез табуға болады. Егер қиын нагрузкалар көп, мысалы однопролетный балкада нагрузкалар көп, кішкене шатасып қалып жатсаңыздар, негізі бұл дайын формулаларсыз өздеріңіз есептесеңіздер болады. Мен сіздерге қысқа көрсетейін. Бірінші опорный реакцияларды табамыз мына жерде. RA десек, мына точка бізде RB. Екеуінде екі опорный реакцияны бірінші табу керекпіз біз. Опорная реакция бұл статически определимый система болғаннан кейін статика уравненияларымен оны шешуге болады. Екі белгісіз, екі уравнениемен біз RA, RB-ны табамыз. Бірінші уравнение относительно точки А бізде моменттердің қосындысының барлығы 0 болатын болса, бүкіл моменттердің қосындысы 0 болады мына точканы относительно. Давайте есептейік. 54 көбейтілген 2, 54, мынақта 2 метр дистанцияда әсер етіп тұр. По часовой стрелке айналдырып тұр. Плюс 54 көбейтілген 2, плюс қосамыз. 195 равномерно распределенная нагрузка. Оны біз как балкан дәл ортасынан сосредоточенный нагрузка ретінде алсақ болады. 195 әсер етіп тұрған. Тоже көбейтеміз 2-ге, расстояние 2 метр дәл ортасынан алғаннан кейін. Енді минус, бұл да по часовой стрелке айналдырып тұрғаннан кейін плюс болады. Енді RB опорный реакция бізге табу керек. Бұл 4 метр расстоянияда против часовой стрелке айналдырып тұр. Минус RB көбейтілген 4 тең болады 0. Осылай біз реакция опоры B-дан аламыз. 124-те 5 килоньютон. Изначально өзінің направлениясын жоғарыға деп алдық. Және бізде значение плюс шықты. Демек, алған направлениеміз дұрыс плюс болады. Енді екінші уравнение статикан. Бүкіл вертикальный нагрузкаларымыз 0-ға тең болады. Вертикальный бізде екі опорный реакция бар. Үстіге қарап тұрған и екі бір сосредоточенный, бір равномерно распределенный нагрузкамыз бар. Астыға қарап тұрған екеуі бір-біріне тең болады. RA плюс RB тең болады 54 плюс 195. Сонымен RA-мыз тоже 124-те 5 килоньютонға тең болады. Направлениясы тоже жоғарыға дұрыс. Енді біз эпюраларды сызамыз. Эпюраларды сызатын кезде, давайте правила знаков. Метод сечения бойынша сызайық. Правила знаков бізде Q поперечная сила по часовой стрелке болған кезде бізде знак плюс болады, осыны білу керек. Момент бізде положительный плюс болады, когда растянуты нижние волокна. То есть на балкаға мысалы, балка тұр дейді. Мынаған мынандай момент әсер етіп тұр. Бұл момент оны осы жаққа қарай былай тартып жатыр. Бізде растяжение балканың астыңғы жағында болады, нижние волокна. Сжатие үстінде болады. Осы момент бізде плюс. Егер мынандай момент әсер етіп тұрса балкаға, бұл балканың үстіңгі жақтарын растягивать етіп тұрды, астыңғы жақтары сжиматься етіп тұрады. Бұл момент бізде минус болады. Пружинамен есептесеңіз болады. Мысалы, пружина болатын болса, и мына жақтан қолыңызбен бүйтіп үстіге қарай тартсаңыз, как будто осындай, осы момент сияқты, мына направленияда пружинаңыз бүйтіп айналады, асты жағы созылып бастайды. Бұл деген сөз растянуты нижние волокна плюс. Давайте метод сечения деген біз балканы сеченияларға бөліп тастаймыз. Әр сеченияда өзінің поперечный сила моментін табамыз, кейін соңында қосамыз да эпюрамыз сызамыз сол точкалармен. Әр опораның алдында обязательно сечение болу керек. Мына біздің бірінші сечение. Әр нагрузканың алдында және кейін бір сечениядан қою керек. 3 болады. Себебі ол эпюрада өзгертеді, диаграмманың өзгеруіне себеп болады. Сол үшін нагрузкаға дейін және нагрузкадан кейінгі біз поперечный сила моментінің значенияларын табу керекпіз. 2 мен 3 және де 4-ші сечение болсын, екінші опораның алдында. И осы 4 сеченияда давайте біз қарастырайық моменттер мен нелерді. Бірінші сеченияда
бірінші сечение мысалы екіге бөлінді да, балканы екіге бөлдік, осындай кішкентай бөлігі қалды және мына үлкен бөлігі қалды. Ең оңай жағын анализ жасау керекпіз. Оңай жағы әрине балканың кішкентай бөлігі. Бұл жерде Q1 бізде RA деген күшіміз бар, вертикальный, жоғарыға қарап тұр. Относительно осы сеченияға бұл по часовой стрелке направлениясы болғаннан кейін плюс 124,5 килонewton болады, және басқа ешқандай күш әсер етіп тұрған жоқ. Моментіміз бізде дистанция 0-ға жақын болғаннан кейін мына жерде соответственно моментіміз 0 болады. Давайте енді екінші сеченияны қарастырайық. Екінші сечение нагрузкаға дейін болғаннан кейін мына жақты қарастырған оңайырақ, себебі бұл жерде тек қана біздің RA әсер етіп тұр. Мына жақта мына бетін қарастырсақ, мына жақта RB бар, және нагрузка бар көбірек. Оңай жағын қарастырайық, RA бар жағын. Бұл жерде относительно сечение 2 RA по часовой стрелке айналдырып тұр, 124,5 болады. Және де равномерно распределенная нагрузка, мына жерде 195 бөлінген 2, және 195 бөлінген 2 бізде осы жарты балканың жартысында әсер етіп тұрған күш. Относительно сечение 2 бұл против часовой стрелки айналдырып тұр, минус 195-те 2. Получается бізде 27 килонewton болады. Поперечная сила. Моментті есептейтін болсақ, екінші сеченияда мынау RA бізде мына балкан растянутый нижние волокна болып тұр, плюс значениямен аламыз, 124 көбейтілген мына расстояние 2 минус дедік, минус бұл жерде, мына жерде мына күшіміз 195 бөлінген 2 күш, мынандай момент, мына относительно сечение 2, опять же, бұл жерде жоғарғы волокналар растягиваться етіп тұр, 195 бөлінген 2. Получается 151,5 килонewton метр болады бізде. Жалғастырайық. 151,5 килонewton метрге шығады момент 2. Енді давайте сечение 3. Сечение 3-те енді біз мына бет қарастырсақ, бізге выгодно, өйткені нагрузкалар мына жақта қалды. Мына жақта тек қана RB нагрузкамыз бар. RB, сәл жазу ыңғайсыздау, кешірім сұраймын. Осы сечение 3 қарастыратын болсақ, Q3 бұл жақта бізде мына нагрузка против часовой стрелки әсер етіп тұр, 124,5, және де мына жақта 195 бөлінген 2 относительно точки 3 по часовой стрелке әсер етіп тұр. Соны екеуін қосқан кезде минус 27 килонewton болады. Момент 3-ті қарастыратын болсақ, относительно сечение 3, мынау RB бізде балкамыздың жартысын нижний волокнаны растягивать етіп тұр, плюс бағытпен қарастырамыз. 124,5 көбейтілген 2, бұл жерде расстояние 2 метр бізде. Мына жерде мынау күш бізде верхний волокна момент, верхний волокна растягивать етіп тұр. Бұл үшін минус 195-те 2 көбейтілген ровно ортасынан болғаннан кейін мына 2 расстояние 1 метр. Тоже 151,5 болады, өзгермейді. Енді төртінші сеченияны қарастырайық. Төртінші сеченияда тек қана RB бізде относительно сечение 4 против часовой стрелки алып тұр. Сол үшін Q4 бізде минус 124,5, және момент дистанция 0 болғаннан момент 0 болады. Енді осы точкаларды қоятын болсақ, бірінші сеченияда Q1 124,5 болады, момент бізде 0. Екінші сечение нагрузкаға дейін бізде 27 килонewtonға дейін жетеді. Момент бізде ортасы болғаннан кейін 154,5-ке жетіп тұр. Үшінші сеченияны қарастыратын болсақ, тура сол ортасында, бірақ сәл нагрузкадан кейін минус 27 килонewton. Момент сол bizde 154,5,
төртінші сеченияда бізде минус 24-5-ке дейін барады, момент 0. Енді осы точкалардың бәрін бүйтіп қосатын болсақ, біздің эпюрамыз шығады. Негізі көбірек сечение ортасында да жасауға болады, ешқандай запрещение жоқ. Ортасынан жасасаңыздар, қиын диаграммалар болса, туралау сызуға возможностьтер көбірек болады. Бұл простой балканың ситуациясы. Енді давайте келесі сабақта многопролетный балканы қарастырайық, және метод перераспределения моментов деген теманы өтеміз. Көбінесе оны Excel-мен шешейік. Бұл статистически неопределимый системалар кезде қолданылады.